егер маған қызбен жүруге болмаса, немесе қызға еркекпен жүруге болмаса, олармен танысуға рұқсат болмаса, сөйлесуге рұқсат болмаса, онда мен олармен қалай танысам? Әлде паркте отырып іздеймін бе? Жоқ әлде намаздан кейін мешіттегі қыздарды аңду керек пе? Жоқ әлде кафе ресторандарда іздейміз бе? Иә, өкінішке орай осы нәрселер, танысу, бізге қызық болып кеткен, жастарға қалай таныссам екен деген секілді. Тіпті қыздардың өзі сондай нәрсеге құмар деп айтпайын, енді жақын деп айтсақ та болатын шығар. Өйткені әртүрлі нәрселерді көріп, мелодрамаларды көріп, сондай бір ерекше бір танысуларды іздеп жүреді. Көбісі бір жыл жүру керек, сөйлесу керек. Мен жүріп те үйленіп кеттім, ол бәрі жақсы болып кетті ғой деген секілді. Сондай бір сырт көзге бір бақытты болып жатқандай бір отбасы ретінде көрініп, олар айту мүмкін бәрі жақсы болады, бір жыл жүріп те болады, сөйлесіп те үйленіп кеттік басқа да деген секілді. Тіпті намазхандардың ішінде солай айтуы мүмкін. Бірақ біз олардың сөзін тыңдауымыз керек пе? Әлбетте біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге не айтты, бізге қалай үйретті, соған амал ете отыра біз әрекет қылуымыз қажет. Шариғатта анық, ашық айтылған мәселе бар, ол хитба мәселесі. Хитба дегеніміз не? Ол танысу. Шариғат бойынша танысу қалай болады? Көшеде жаңағындай міндетті түрде біз андай көреміз, бір искра болу керек, міне осы деген сияқты. Жоқ. Бір көргеннен махаббат деген нәрсе ол болмайтын нәрсе негізінде. Бір көргеннен мынау менің адамым деп сіз ешқалай біле алмайсыз. Сіз оның түрінде барлығы көрініп тұрған жоқ. Ол қандай адам, мінезі қандай, басқасы. Түрге қарап баға беру үлкен қателік болып саналады. Сондықтан әртүрлі бір жаңағындай кездесулерді күтудің қажеті жоқ. Бір ерекше кездесулерді. Жоқ, біз не істейміз? Сенімді адамдар арқылы, ата-ана болсын, туысқандар болсын, немесе сізге жақын адам, сондай біреулер арқылы жақсы өзімізге жар іздейміз. Әуелі ең басты керек болған нәрсе ол Алла тағаладан салихалы жар сұрау. Бұл дұғадан ұялмау керек, бұл дұғаны әрдайым сіз тілеуіңіз қажет. Алла тағала маған салихалы жар нәсіп етті. Салихалы жар деген, яғни сізге сай келетін, бақытты қыла алатын, сізбен бірге Алланың разылығын табуға көмектесетін сондай бір жарды нәсіп ет деп тілеуіңіз керек. Өйткені негізгі отбасы болудың мақсаты отбасы болып, салихалы отбасы болып, Аллаға бір-біріне жақын болуға көмектесу. Әлбетте қарым-қатынастың барлығы бар, бірақ соның ішіндегі Аллаға жақын болуға көмектесу. Осындай бір салихалы жарды әрқашан біз Алладан сұрауымыз қажет. Содан кейін сол жақын адамдар арқылы не істейміз? Мен үйленейін деп едім, осындай бір жақсы қыз бар ма, немесе қыз келіншектер маған бір жақсы жар қажет етіп тұрмысқа шығайын деп едім деген секілді өзінің сенетін адамдарына айта алады. Сенетін адамы, жақын адамы оған еш уақытта жаман адамды ұсынбайды. Оған бір қастандық жасайтын, оны бір алдап кететін. Мысалға мен қарындастарымды білемін, қарындастарым бар, бөлелерім бар деген секілді. Мен оларды еш уақытта не істемеймін? Жаман еркектерге еш уақытта ұсынбаймын, егер ұсынатын болсам. Немесе өзімнің бір жақсы танитын бауырларыма, жігіттерге мен еш уақытта бір жаман қызды оларға ұсынбаймын. Мына қызбен танысып көрмедім бе, осы қызға ата-анасы арқылы ма, немесе жалпы таныстары арқылы ма шығып көрмедім ме деген секілді. Ондайды ұсынбаймын. Сондықтан жақын адам деп неге айтып жатырмын? Өйткені сол жақын адам сізге жан ашиды, сізге әрқашан жақсылықты қалайды, және ол жақсы бір адамды сізге ұсынады. Өзі көріп жүрген, бақылап жүрген, байқап жүрген, өзіңізде бір кейде бір адамдарды байқап жүресіз, жақсы екен, мынау менің пәленше адамның жұбайы болса ғой, немесе күйеуі болса ғой деп ойлайсыз, дұрыс па? Сол секілді, солай өзіміз сенетін адамдар арқылы табуымыз керек жарды. Ал енді жақсы таптық кездесу қалай болады? Қыз тарапынан қыздың туысқаны қасында болғаны дұрыс болады. Ең жақсысы ол туысқанынан болса, әсіресе махрамынан болса, тіпті жақсы. Ол яғни қыз баланың ағалары деген сияқты солар. Яғни ол жерде сол кездесуде өздері екеуі ғана болмайды, қыз баланың қасында тағы да бір адам немесе екі адам болады. Олар бірақ дәл қастарында отыру шарт емес. Бастысы оларды көріп отырса болды. Яғни олардың не қандай іс әрекет жасап жатқандарын көріп отырса болды. Яғни не айтып жатқандарын есту де шарт емес. Бастысы оларды көріп отырса болды. Және сондықтан ол кездесу керек. Ол кездеспе деп ешкім айтпайды. Шариғат ондайды талап етпейді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен оған үйленемін деп немесе тұрмысқа шығамын деп айтқандарға не істеген, сен оны көрдің бе деп айтқан.
түрін көрдің бе сен оның? Ол жоқ деген кезде ендеше оның түрін көр деген. Назар салу арқылы адам не істей алады? Өзіне бір сезім салады да. Сол арқылы сезім салады. Яғни сол арқылы адам сәл болса да не түсінеді? Бұл менің адамым ба, жоқ па? Сіз осылай сол кездескен кезде сол бір нәрсеге қарайсыз. Жүректегі бір мынау менің адамым ба, жоқ па екені өзі сезіледі. Кездескен кезде де ол сезіледі. Негізі түр ол маңызды. Өйткені адамның табиғаты көп жағдайда сол әдемілікке ұмтылады. Яғни енді әркімнің өзінің бір түсінігіндегі әдемілік бар. Ол бір адамға әдемі болған, ол екіншісіне ондай анаған әдемі болғандай әдемі болмауы мүмкін. Яғни әркімнің өзінің бір сипаттағы әдемілігі бар. Ол түр маңызды. Сол себепті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қарасын деп айтқан. Дұрыс па? Қарасын, қара деп айтқан да. Мысалға, сізге бір қызды ұсынды, сіз ол қызды енді көргіңіз келіп жатыр. Қазіргі заман дамыған, суретін көре салуға болады, жіберіледі басқа. Бірақ өмірде ол басқаша болып шығуы мүмкін да, суреттегідей емес болуы мүмкін. Және ол кездесіп барып, оны шешім қабылдайтын болса, бірден кездесуге баратын болса, көріспей тұрып, бірден кездесуге барса, ол қызға, яғни түр себепті сіз оны тастап қоятын болсаңыз, не болып қалады? Қызға өте бір жүрегіне ауыр тиіп қалады. Сіз оны түріне бола тастап қоятын болсаңыз. Сондықтан сіз оған әлі ешкім хабар бермесін. Сіз пәленше адам осылай сөз тастайын деп жатыр деген секілді. Ол қызға ешкім айтпау қажет. Ана еркекке айтылғанменен. Ол еркек бағанағы қызды аңдып, әйтеуір бір жерлерде бір қарап көріп қалуы қажет. Түрі қандай екен, оған ұнай ма, яғни келе ма, ұнап тұрма, ұнамай тұрма деген секілді. Бірінші түр мәселесі маңыздырақ болады дінінен бұрын, тақуалығынан бұрын. Бұған имам Ахмад өте керемет жауап береді. Білесіздер, қызды не нәрсеге болады таңдайды? Әдемілігіне, өзінің байлығына, қоғамдағы орнына қандай. Мысалы, бір қыздар болуы мүмкін, ол бір орны бар, атақты бір рудан ба, атақты бір адамдардың қатарынан ба деген секілді, отбасыдан ба. Сондай. Және төртіншісі дін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы дініне қарап ал дейді. Әйтпесе құрдымға ұшырайсың дейді. Дініне қарап ал. Дініне қарап алу қажет. Маңыздысы сол. Қыз балаға да дәл солай. Енді имам Ахмад айтады, бірінші түрге қарап алу керек. Өйткені сіз түрге қарайсыз да, сосын барып оның діні, оның тақуалығы, оның мінезі, сондай бір тұстары сіздің ойыңдағыңыздай болмай қалса, діні сіздің ойыңыздағыдай болмаса, тақуалығы ондай болмай болып шықса, онда сіз оны сол діні үшін не істейсіз, тәрк етесіз. Жоқ, бұл жарамайды екен дейсіз. Мейлі түрі әдемі болып тұрса да, бірақ маған бұл не болмайды екен, келмейді екен дейсіз. Ал егер сіз бірінші дініне қарасаңыз, тақуалығы ұнайды да сізді, машалла, сондай тақуа адам болып шықты да, содан сіз алдыңызда енді түрі сізге ұнамай қалды. Сөйтіп сіз не істейсіз, түріне бола сол қызды бағанағы дінін менсінбей, түріне бола оны тастап кетесіз. Немесе қыз жігітті деген секілді. Бұл дінді менсінбеу болып қалады. Сондықтан бастапқы уақыт негізі бірінші түріне қарап алған дұрысырақ болады. Сосын барып оның мінезі жайында, діні жайында, тақуалығы жайында анықтап білесіз, иншалла. Ары қарай кездесу барысында сіздер міндетті түрде бір-бірлеріңізге керекті болған сұрақтарды қоясыздар. Сіз оның намазы жайында сұрайсыз, сіз оның ораза ұстайтыны жайында сұрайсыз, сіз оның Алламен болған байланысы жайында сұрайсыз. Қандай да бір, яғни ашық сұрау керек. Қалай ол? Иман жағынан қандай? Мінезі қандай? Не нәрсені жақсы көреді, не нәрсені жақсы көрмейді? Анық, ашық барлығын айту қажет. Өйткені ең жаман нәрсе, жас жұбайлар ең мықты актерлар деп. Жас жұбай деген танысатын екі жас, ол ең мықты актер дейді. Оскарды алу керек дейді олар дейді да. Оскар алу керек. Өйткені өздері сондай өтірік киімді киіп алады, өтірік бір жақсы жұптың киімін киіп алады да, кейін үйленгеннен кейін немесе тұрмысқа шыққаннан кейін сол жаңағы әдемі киімді шешіп тастайды да, өзінің жаман жақтарын, жаман тұстарын көрсете бастайды. Жоқ, сіз басында өзіңіздің негізгі болған мінездеріңізді айтуыңыз қажет. Сол арқылы бір-біріңізге сайсыз ба, сай емессіз бе, соны сіздер не істей аласыздар, түсіне аласыздар. Мысалға, кезінде ұстазымыз айтқан, өзі қалай жар таңдағанын. Сонда ол мен деген өте сондай тазалыққа қатты мұқият қарайтын адаммын деген. Маған барлығы орнымен тұруы керек.
осы нәрсені мен өте қатты жақсы көремін, сондықтан мен сондай әйелді қалайтынмын дейді. Және әйел де сондай болды. Сондықтан осы нәрсені ол айту керек. Мысалы ер адам сондай болса да, кейбір ер адамдар сондай болады. Ол әр нәрсенің өз орнымен тұрғанын. Өйткені ол кейін оны айтпаса, және ол ойдағыдай болмай қалса, қыз келіншек, ана ер адам оған ренжиді, оған ұрсады, оған сөз сөйлейді, сонымен арада түсініспеушілік болады. Содан ол түсініспеушілік одан сайын артып ол түбі тіпті ажырасуға да алып келуі мүмкін. Сондай бір мінездер болуы мүмкін, сондықтан ол нақты айтылу керек, не нәрсені ол жақсы көреді және не нәрсені жақсы көрмейді. Былайша айтқанда, екі нәрсеге мән берілу керек. Бастапқы кезде бұл менің адамым ба, маған кеп тұрған адам ба, жоқ па, бір сезім болады сондай. Ал екінші мәселеде жаңағындай сұрақтар арқылы білу, отбасында қандай адам. Тіпті шешесіне қарап қызын ал дегенде негізі дұрыс сөз болып табылады. Кейде шынымен ақ қыз баланың шешесі қандай, қыз бала дәл сондай болады. Әсіресе мынау ол қыз баланың отбасында кім басқарды? Үйде. Егер оны біле алсаңыз, мысалы, сұраңыз, үйде қыз баладан кәдімгі ашық сұраңыз, сізді әкеңіз көп басқара ма үйде, әлде шешеңіз бе деген секілді. Өйткені шешесі басқаратын жерде ол қандай тәрбие көріп өсті ол қыз бала? Ана бастық үйде, әке емес. Әке ол тыңдаушы, құптаушы. Ана емес. Ана шешім қабылдайды. Сондықтан ол кейін сізбен де ол не істеуі мүмкін? Солай өзінің анасы секілді сіз оның күйеуі емес, ол сіздің күйеуіңіз болуға тырысуы мүмкін. Ол еркек адам құсап өзін ұстауы мүмкін, сондай әрекеттер жасауы мүмкін. Біз былай істейміз, жоқ олай емес, былай деген секілді. Сондай нәрселерді қарау керек. Оны да сұрау қажет болады. Ал қыз балаларға ер адамның қандай жағын білу керек? Жауапкершілігін білу өте маңызды. Өйткені ер адам жауапкершілігі жоқ адам, ол ертең отбасыдағы жағдайларға бейжай қарап дұрыс көңіл бөлмейді. Қыз бала осы жауапкершілікті қарау керек, білу керек. Жауапкершілігі оның қандай? Жағдайларды сұрап, осындай жағдай болса сен не істейсің деген секілді. Әлбетте ол бірақ жаман жағынан жауап бермейді ғой. Бірақ бәрібір де сол жауапкершілігін білуге тырысу қажет. Өйткені ол өте маңызды ер адам үшін. Жауапкершілігі жоқ болса, үлкен яғни реніштер болуы мүмкін. Ол өзінің отбасына салғырт қарайтын болса. Әлі де ол немен айналысып жатыр? Мысалға да қандай іспен айналысып жатыр ер адам. Әлі күнге дейін сондай әр жерге ойнап, әр жерде ойындарды ойнап, өмірдегі бір мақсатын анықтаған адам ба, анықтамаған адам ба? Мақсатын сұраңыз, өмірде қандай, не істегісі келеді, қандай мақсат қойды? Мейлі бір мықты жұмыс жасамаса да, бірақ мақсаттары бар, мақсаты бар, сондай көрініп тұрса, ерліктігі көрініп тұрса, онда сенім артуға болады бұл жағынан. Және ер адамдар айтады, қыз балалар қазір дүниеге құнығып кеткен, дүниені ғана қалайды. Иә, бәлки кейбіреулер тек қана дүниені қалайтын да шығар. Иә, қалайтындар да бар. Дүние үшін шыққысы келетіндер, бірақ мен сіздерге айтайын, егер сіз біреудің ақшасы үшін ғана, бай болғаны үшін ғана оған тұрмысқа шығатын болсаңыз, сіз еш уақытта онымен бақытты бола алмайсыз, егер сіз оның ақшасына бола тұрмысқа шықсаңыз. Ер адам кейде өзінің жалқаулығын, өзінің жұмыс істегісі келмейтіндігін әйелдің бағанағы дүние құмарлығыменен ақтап алғысы келеді. Асылы ол олай емес. Жалпы әйел не үшін тұрмысқа шығады? Тұрмысқа шыққаннан кейін ол болды. Бала бағам, мен өзімнің бір қамқоршыға ие боламын дейді. Ол қамқоршы не істейді? Ол жұмыс істейді, ақша табады. Ол оның әйелінің жағдайын жасау керек. Өйткені ең қайырлы, ең жақсы садақа, ең жақсы, яғни сіз ақшаңызды ең жақсы жерге жұмсайтын жер, ол сіздің отбасыңыз, біліп қойыңыз. Сіз қашан өзіңіздің отбасыңызға ақша жұмсайтын болсаңыз, отбасыңыз үшін, отбасымды асырайын деген мақсатта сіз ақша табатын болсаңыз, сіздің ақшаңыз зая еш уақытта кетпейді. Оған Алла тағала үлкен сауаптарды жазады, иншалла. Міне осындай нәрселерге не істеу керек? Мән беру керек кездесу барысында. Осының барлығын бір-бірлерінен сұрап аласыздар. Уақыт жеткілікті уақытта. Тағы да бір білу керек болған мәселелер болса, сұрау керек болса, оны тағы да бір кездесіп, тағы да сұрастыруға болады. Тағы да сұрастырып, келесі кездескенде тағы да сұрасып, солай 1-2-3 кездесуде анықтап алуға болады. Оның қандай адам екенін және оның жақындарынан сол адамды, яғни еркекті немесе қызды танитын адамдар арқылы сұрастырып, мінезін қалай, бола ма, жоқ па деген секілді соны біліп, сосын барып шешім қабылдайсыздар екі тарап.
яғни мен үйленем, яғни маған тұрмысқа шығасың ба деп, әлбетте ер адамның ұсынғаны абзалырақ болады. Қыз бала көбіне ол ұялады, ол ұсына алмайды, өз-өзін ұсынбайды, ол маған мені аласыз ба деген секілді. Содан шешім қабылдайсыздар. Тұрмысқа шығам, яғни үйленем, немесе болды қоям. Яғни тағы да көрейік, жүрейік, әңгімелесейік, бір жыл сөйлесейік деген секілді, ондай ол дұрыс емес, ол жай ғана өтірік нәрсе. Сіз бір-бірлеріңізді, немесе ол оны, мынау екіншісін жай ғана қолданғысы келіп тұр. Көп жағдайда бұл еркектер жасауы мүмкін, қолдану мақсатында ғана өзінің нәпсісін қандырып сөйлесіп сосын қоя салу деген мақсатта. Әлбетте дұрыс емес. Нақты шешім қабылдау керек. Осы нәрселер, осы шарттар орындалғаннан кейін үйленем немесе үйленбеймін деген секілді. Енді қыз баланың, жалпы қыз бала да негізі өзі ұсыныс тастай алады ер адамға. Хадиша анамыз секілді. Хадиша анамыз нені байқады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең сондай әділ, аманатқа берік, сенімді адам екенін көрді. Адамды алдамайтынын көрді да, жұмысқа жалдау арқылы. Содан кейін бірден түсінді, мұндай адамның жары болу ол үлкен бақыт екенін түсінді. Ұялмастан өзінің құрбысы арқылы барып сөз тастады. Құрбысы бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, ол кезде әлі пайғамбарлық келмеген еді, 25 жас. Не деп айтты? Сен үйленбейсің бе деді. Үйленгім келмеймін. Мендей қарапайым адамға кім үйленеді деп пайғамбарымыз айтты саллаллаху алейхи уассалам. Хуайлидтің қызы Хадиша саған тұрмысқа шыққысы келеді десе, не дейсің деп сонда құрбысы айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күлімсіреп, соған кейін ол да не істеді? Қабыл етті Хадиша анамыздың ұсынысын. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да Хадиша анамыздың сондай бір таза, абыройлы, арлы, таза әйел екенін, жақсы әйел екенін біліп, оның ұсынысын не істеді? Қабыл етті. Қарап отырсаңыз, бұл жерде кім ұсынып жатыр? Әйел, қыз бала ұсынып жатыр да. Сондықтан қызға да, егер ол бір пәленше адамның жақсы салихалы екенін білсе, біреу арқылы, таныс арқылы оған осындай бір ұсынысын тастауына болады. Яғни сол арқылы кейін олар шариғатқа бойынша бағана айтқанымыздай кездесу ұйымдастырып, ары қарай көре жатады. Яғни шешімін қабылдайды. Үйленеді ме, яғни отбасылы бола ма, жоқ па деген секілді. Демек, шариғат бойынша отбасы болу жолы ол осындай. Бір жыл сөйлесу, жүру, танысу, флирт жасау, әңгімелесу, WhatsApp-та бір-бірлеріне смайлик жіберу, сондай нәрселер жасау емес. Ол арқылы болмайды бір-бірін тануға. Осылай нақты сұрақтар қойып, кездесіп біле аласыз. Тағы да маңызды мәселе ол финанс, қаржы мәселесі да. Шариғатта куф деген мәселе бар, лайықты болу деген. Ер адамның әйелге лайықты болуы қажет. Қыз бала одан бай болмау керек негізінде барынша. Ең болмағанда екеуінің қаржылық деңгейі бірдей болу керек. Өмір сүру салттары, деңгейлері бірдей болу қажет. Егер қыз бала еркектен бай болып, өзінің ата-анасымен тұрған кездегі алып жүрген комфортты кейін күйеуі оған сол комфортты жасай алмайтын болса, бұл кемшілік болып саналады ер адам үшін. Кемшілік, яғни теңдік емес, бұл тең емес деген сөз. Бұл ер адам жаңағы әйелге тең емес деген сөз. Бұндай жағдайда тек қана қыз бала өте бір тақуа, және ер адамның, бұл жерде қыз баладан бұрын ер адамның өзі де сондай бір жақсы еркек болу керек та, қыз оның осындай жағдайына шыдай алатындай. Бірақ көп жағдайда ол олай болмайды. Өмірде ол көбіне олай болмайды. Егер қыз өзінің жағдайынан төмен адамға тұрмысқа шығып өмір сүрсе, кейін олардың арасында көптеген жанжалдар болуы мүмкін. Қыз анау мына нәрсе жоқтығына шағымданады, ана нәрсе жоқтығына шағымданады, шаршайды. Ол қыз бала болғасын, қыздар эмоцияға көп беріледі. Эмоцияменен ол айтқысы келмесе де айтып қоюы мүмкін. Күйеуін ренжітіп қоюы мүмкін. Осындай мынау жоқ, анау жоқ. Менің былай істеуім керек. Мысалы, қарапайым пылесос жоқ болуы мүмкін үйде де. Мысалға да, ол адам ана келіншек пылесоспен үйреніп қалған не істеуді? Үйді тазалауды. Бірақ еркектің дәл сол уақытта жағдайы болмауы мүмкін деген секілді. Сол қарапайым пылесос себепті ол шағымданып кетуі мүмкін. Сондықтан барынша ер адам осы қаржы статусында жағдайы қыз баладан жақсырақ болғаны жөн. Ең болмағанда бірдей болуы қажет. Жалпы ер адам негізі қыз баладан көп жағдай емес, көптеген мәселелерде жоғары болу керек. Ақыл тұрғысынан да, ілім жағынан да, қаржы жағынан да, барлық жағынан жоғары болса, ол нұр үстіне нұр болады. Неге? Өйткені қыздар өзінен күштірек болған адамға
бағынышты болады, соған бағынады. Оны уже авторитет көре бастайды да. Сіз өзіңіздің әйеліңізге авторитет бола бастайсыз. Сіз оны ілімнен де озатсыз, тақуалықтан да озатсыз, қаржы мәселесінен де, ақшаны да сіз одан көп табасыз. Оны отбасысы тапқан ақшадан, ата-анасы оған беріп тұрған ақшадан сіз одан да көп оған ақша бере аласыз, одан да көп оған комфорт жасай аласыз деген секілді. Сол кезде ол өзін әлсіз сезініп, ол қыз бала сол әлсіз сезінуді жақсы көреді. Өзінің күйеуінің, жігітінің алдында, жігіт деп мен бұл жерде күйеуді айтып жатырмын, өзін әлсіз сезінген, сондай бір мықты бір за стеной деп орысша айтады, жаңағындай бір мықты бір бұзылмайтын бір қабырғаның артында тұрғанын сезінгенді жақсы көреді. Сондықтан мықты еркек әрқашан не болу керек? Әйелінен күштірек болу керек көп жағдайда. Мәселеде, жағдайда емес, көп мәселеде. Әсіресе ол тақуалықта күштірек болу керек. Ер адам. Бізге ұстазымыз осы мәселені өте көп айтатын еді. Ер адам әйелінен тақуа болу керек. Егер сізді таң намазына әйеліңіз оятатын болса, онда сіздің дәрежеңіз түсе бастайды. Сіз керісінше әйеліңізді таң намазына ояту керексіз. Сіз оны тахаджудке ояту керексіз. Сіз оған намаздың уақыты жайлы айтып тұру керексіз. Сіз оған уақытылы намаз оқы. Сіз оған бүгін нәпіл ораза ұстайық. Сіз оған бүгін садақа берейік. Сіз оған бүгін бір қайырлы іс жасайық деп әрқашан айтып тұруыңыз қажет. Сол тақуалық мәселесінде жоғары болып тұруыңыз қажет. Сол кезде ол сізді, машалла, менің күйеуім сондай тақуа, Аллаға жақын деп, сіздің әрбір сөзіңізді тыңдап, сізге бағынатын болады. Анау мен бір аударған едім, арабша видеоны да. Соны кәдімгідей қыздар көп таратып, көп деген парақшаларға шығып кетті сол видео. Арабша видео. Ин кунта маликан такун лака амиратан. Патша болсаң, ол саған ханшайым болады. Сенің ханшайымың болады дейді да. Егер сен еркек болсаң, ин кунта раджулан такун лака имраатан. Сен шынайы ер адам болсаң, ол саған шынайы не болады? Әйел адам болады. Яғни әйелге тән сипаттарға сай болған, сондай нәзік, өзінің нәзіктігін толықтай күйеуіне арнаған әйел болады сізге дейді да. Ең маңызды мәселе, үйленерден алдын, немесе тұрмысқа шығардан алдын, ол Алламен ақылдасу. Яғни ақылдасу дегенде Алладан хайырлысын сұрау. Бұл да арабшада кәдімгі арнайы сөз бар, истихара дейді. Яғни истихара ғой, енді арабшалап айтсақ. Бұл Алладан хайырлысын тілеу деген мағына. Сіз намаз оқисыз 2 ракағат. Намаз оқып болғаннан кейін шынайы Алладан сұрайсыз. Алла тағалам, осындай пәленше қыз, немесе қыз бала, пәленше еркек маған хайырлы болса, нәсіп ет, хайырлы болмаса, онда біздің арамызды ажырат, яғни тоқтасын осымен бәрі деген секілді, осылай дұға етуіңіз қажет. Алладан сұрайсыз. Содан кейін некеге деген бір шариғатта қалай болады? Ең бірінші өзін осы неке қию арқылы мен өзімді жамандықтан, яғни Алла тыйым салған зина деген күнәдан өзімді нестеймін, сақтаймын осы арқылы. Одан кейін сол Алла разылығы үшін әйелімді жақсы көріп, отбасылы болам, салиқалы үмметтерді тәрбиелеймін, үмметті тәрбиелеймін, салиқалы ұрпақты тәрбиелеймін. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Көбейіңдер, ақырет күнде мен өзімнің үмметімнің көптігімен мақтанамын дейді. Бұл жерде көптігімен мақтанамын деп нені айтып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Яғни баланы туа беруді ма? Жоқ, әлбетте. Бұл жерде бала көп болып, бірақ сол бала шағаға жақсы салиқа тәрбие беруге деген ниет болу қажет. Мен мықты деген балаларды, мықты деген аналарды тәрбиелеп шығарам деген сондай ниет болуыңыз қажет. Алла разылығы үшін. Содан кейін көбісінің қорқатын нәрсесі ол, кейін мен оны жақсы көрмей қалсам ше, махаббатым кетіп қалса ше деген секілді ойлар келеді, қорқады содан. Одан бір қатты қорқудың қажеті жоқ. Егер жақынау деген көрініп тұрады ғой бастап кездескен кезде. Сол бір сезім болса, және бағана айтқан нәрселердің, біз бағана айтып кеткен нәрселердің бәрі сәйкес келіп тұрса, болды, бисмилля деп қадам баса беруге болады. Қадам баса беруге болады. Өйткені жүректің әмірі, жүрек кімдікі ол? Жүрек ол Алла тағаланікі.
Сондықтан жүрекке махаббат салатын ол бір Алла ғана. Егер сіз Алла тағаладан шынайы махаббат сұрайтын болсаңыз, Алла тағала сізге ол махаббатты нәсіп етеді. Немесе сіз үйлендіңіз, содан кейін барып сол махаббат сізде жүрегіңізде кетіп бара жатса, сіз Алладан шынайы сұрасаңыз және соған сай бір әрекеттер қылсаңыз, Алла тағала араларыңызға не істейді? Махаббат орнатып қояды. Және махаббатты артатын нәрселер бар, ол жаңағындай сыйлық сыйлау деген секілді, бір-бірлеріне сыйлық сыйлап тұру, көмектесіп тұру, бір-бірін түсіну, тыңдау. Оны біз бөлек сабақта айтармыз. Отбасыны сақтау үшін не істеу қажет екен, қандай амалдар жасау керек екен, иә? Бастысы сол дұға етсеңіз, Алла сіздің сол дұғаңызға жауап беріп, яғни сіздің махаббатыңызды сақтап береді. Яғни одан қорқудың қажеті жоқ. Сондықтан истихара оқығаннан кейін истихараның жауабы ретінде ол не деп сұрақ қояды барлығы. Ол міндетті түрде истихарада негізі бір белгі болу шарт емес. Бір түс көру дейді, басқа дейді. Жоқ, ондай болу шарт емес. Бағанағы нәрселерге сіз бірінші орында мән бересіз. Біз бағана айтып кеткен мәселелер бар ғой. Ол жаңағы ер адамға қатысты болса, ол жауапкершілігі, иманы, тақуалығы, иә, өмірдегі мақсаты деген секілді. Дәл солай қыз балаға қатысты. Қыз баланың иманы, мінез, құлқы, үйінде отбасыда анасы ма басқаратын, жоқ әкесі ме деген секілді. Немесе әкесіз өскен қыз бала болса, онда да сұрау қажет. Сізге анаңыз қандай айтар еді, қандай кеңес беріп тұратын еді. Ер адам тыңдау керек па, жоқ қалай не істеу керек, қандай мәміле жасау керек деген секілді. Сол нәрсені сұрайсыз. Анасы оған не үйретті деген секілді. Осы нәрселерге мән беру керек. Сосын барып шешім қабылдайсыз. Сол шешім қандай болды, нәтиже қандай болды, сол намаздың, истихара намазының жауабы. Яғни сіздер егер некелесіп қосылдыңыз ба, демек сол қайырлы болды сіздерге. Өйткені сіз намаз оқыдыңыз, Алладан сұрадыңыз. Сол демек қайырлы болды. Ал жоқ, белгілі бір себептермен сіз қосылмай қалсаңыздар, яғни некелеспесеңіздер, демек сіздерге осылай некелеспеу қайырлы болды да, оны ұмытып басқа жар табуға әрекет қылу қажет.